Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қазақ елі, құрметті YouTube арнамыздың көрермендері мен тыңдармандары. Бұл кітаптың атауы адамзаттың асыл тәжі. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың өмірі. Бұл кітапты жазған Дамира Өмірзаққызы Ибрагим әпкемізге үлкен алғысымызды айтамыз. Осы аудио кітапты тыңдау барысында сіздер Мұхаммед пайғамбар, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деген есімді көптеп еститін боласыздар. Сол уақытта Мұхаммед деген есімді естіген кездеріңізде саллаллаху алейхи уассалам деп айтып қоюларыңызды өтінем. Және де саллаллаху алейхи уассалам деп салауат айту арқылы өздеріңізге сауап аласыздар, Құдай қаласа. Енді бұл кітапты ары қарай жалғастырып сіздерге оқып беретін боламын. Алланың сүйікті құлы әрі елшісі, адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам екендігі даусыз. Бұл кітапта Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келгенге дейінгі Арабстанның жалпы жағдайы, пайғамбардың дүниеге келуі, балалық және жастық шағы, пайғамбарлықты қабылдап алуы, алғашқы мұсылмандардың басынан кешкендері және Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның Мәдинаға көшіп барғаннан кейінгі өмірі қызықты оқиғалар желісімен баяндалады. Кітап жалпы оқырман қауымға арналған. Адамзаттың ардақтысы. Біз бәріміз де Құдайдың құлы Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассаламның үмметі болғанымыз үшін ерекше шүкіршілік етсек керек. Біздің пайғамбарымыз Алланың соңғы елшісі әрі ең сүйікті құлы. Бүкіл әлемге түсірілген Құран кітаптың иесі. Олай болса, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам күллі ғаламның пайғамбары екендігі даусыз. Алланың құдіретімен айрықша жаратылған жанның туғаннан өмірден өткенге дейінгі өмірбаянын әрбір мұсылман көкірегіне түйіп, көзінің қарашығындай сақтай білсе, нұр үстіне нұр болары хақ. Өйткені мүбәрәк пайғамбарымыз адам баласына аса қажетті екі дүниенің пайдасы мен зиянын жібекке тізген меруертті етіп, мөлдіретіп толғап айтқан. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның киелі сөздерінің әр лебінен шипа, пенденің ауыр жолына тура бағыт-бағдар сайрап тұр. Осы саладағы олқылығымызды толықтырарлықтай дер кезінде сияр кітабын Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаяны жазған Дамира Өмірзаққызы Ибрагимге ризамыз. Бірінші бөлім Мекке кезеңі деп аталып, керемет жанның қалай өмірге келгені, ата-анасы, туған-туысы кім еді, сол кездегі араб халқының ішкі сыртқы жағдайы қалай еді, мұның бәрі аталған еңбекте тұтас қамтылған. Ұлы жан тумай тұрып, әкесі Абдулла қайтыс болса, анасы Әмина 6 жасында көз жұмады. Содан атасы Әбдімүтәліптің тәрбиесінде өскен Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам ата-бабасының арасында қасиетті жандар көп болған. Олардың ішінде Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам секілді ірі тұлғаларды, одан бері Құсай мен Әбдімүтәліпті де атар едік. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға 40 жасында пайғамбарлық қонды. Құран кәрім түсті. Бұл ғажайып жағдайлар Дамираның кітабында табиғи әдемі суреттелген. Алланың шын сүйген құлына аян келе бастағаннан оның қасында болған жан-жары Хадиша еді. Ол пайғамбарымызға шын жанымен дем беруші, жәрдемші, жанашыр бола білді. Ал екінші бөлім Мәдина кезеңі деп аталады. Пайғамбарымыздың осы аталған қалаға орналасуы, мешіт салуы, алғашқы азан, умра сапары, Бәдір шайқасы, Меккенің алынуы, тағы басқа көптеген мәселелер қарастырылған. Осының бәрінде Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам терең ақыллылығы, ұстамдылығы, кішіпейілділігі, парасаттылығы жан-жақты көрінеді. Әр қырынан шебер әңгімеленеді. Дамираның аталған еңбегі алғаш 3000 данамен жарық көрген еді. Кітап қалай шықты, солай тарап кетті. Бұл жұмыстың құндылығын көрсетеді. Көпшіліктің ұсынысы бойынша кітап бірнеше басылыммен қайта шықты. Бұған біз шын жүрегімізбен қуанамыз. Бұл біздің елдің талғамының өсіп, ой өрісінің жетілгендігін көрсетеді. Бір ескерер мәселе, пайғамбарымыздың Мұхаммед деген атының өзі жан баласы қызғарлық, мақтаулы деген мағынаны береді. Бұл жөнінде біз сөз етіп отырған кітапта былай делініпті. Дүниенің сұлтаны пайғамбарымыз туылған сәтте атасы Әбдімүтәліп Қағбаның жанында Құрайыштың ақсақалдарымен бірге
әңгіме дүкен құрып отырған. Сүйінші хабар оған жетті. Торсық шеке немересін құшағына ала салып, емірене аймалады. Ұлы Әбу Тәліпке ұстатып тұрып, осы баланы саған аманат еттім. Тәрбиесі биік, ерекше құрметке бөленетін жан болады, деді. Шаранаға ат қою құрметі атасына берілді. Атасы ойланбастан Мұхаммед болсын, деді. Арабтарда жаңа туған сәбиге ата-бабаларының атын қою рәсімі ежелден бар. Көпшіліктің неге аталарымыздың бірінің атын қоймадың деген сауалына атасы, ұлымның өмірінің ғибратты да баянды болып, Алла тарапынан да адамдар тарапынан да мақтауға лайық болғанын қалаймын деп жауап берді. Осы кішкентай ғана үзіндінің өзінен пайғамбарымыздың туа салып жұрттың назарына іліккенін көреміз. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның бүкіл тірлігі адам баласына үлгі-өнеге, ғылымға толы. Бұл Алланың нұры жауған киелі жанның істеген әрбір ісі, сөйлеген әрбір сөзінде хадис, мүлтік жоқ, таза, айрықша шындығымен ерекшеленеді. Дамираның осы біз сөз етіп отырған 2 том дүниесі мүбәрәк жанның адам қызығарлық сыртқы сұлу бейнесін, ішкі жан тазалығын барынша қас қалпында қазақтың айшықты тілімен жеткізуге тырысқаны көрініп тұр. Бұл еңбекті оқи отырып, пайғамбарымыздың биік пайым парасатына, алғырлығына, ақылының түпсіз тереңдігіне, досына адалдығына, әсіресе сабырлылығына дән риза боласыз. Мысалы, Бәдір соғысында қасында аз ғана сахаба, қару сайманында мардымсыз, көлікте жоқтың қасы. Жасанға мұздай қаруланған, өзінен бірнеше есе көп жауға қарсы тұру қандай қиын. Бұл жағдайды оқып отырып, біз күйіп-пісіп жанымызды қоярға жер таппадық. Ал Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам болса, өзін салмақты да сабырлы ұстайды. Өзім білем, айттым бітті, кестім үзілді деп тұрған жоқ. Қайта жолдастармен ақылдасып, қиын істің түйінін оңай шеше білді. Алланың арқасында алынбайтын қамалды алды, жеңілмейтін жауды жеңді. Жұрт айтса сенбейтін даңқты жеңіске ие болды. Біз әлмісақтан бері мұсылман халықпыз. Құдайдың құлы Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның үмметіміз. Ол анық дүние. Ата-бабамыз ислам дінін құрметтеп, баласын сүннеттеп, ақ некесін ардақтап өткен. Осы орайда бұхар жырауға құлақ ассақ, ол бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз ер шұғыл пасық залымның тіліне еріп азбасқа, үшінші тілек тілеңіз үшкілсіз көйлек кимеске, төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа, бесінші тілек тілеңіз 5 уақытта 5 намаз, біреуі қаза болмасқа. Кешегі өткен көзі қарақты жанның бәрі де Алланы бір пайғамбарды хақ деп білген. Бұлар тілімен ғана емес, ділімен де нағыз хаққа берілген шынайы мұсылмандар еді. Біз бұл аталарымыздың өлең жырларынан да, үлгілі мінез құлқынан да үйренуге тиіспіз. Біздің ауызекі әдебиетіміз де Алланың бірлігін жырлайды. Осыған қарап халқымыздың шынайы мұсылман болғандылығына көңіліміз орнығып, көзіміз жеткендей болады. Дамира өз кітабында пайғамбарымыздың мұғжизаларының, Құран кәрім, Миғраж, құбланың өзгеруі, кереметтігін де түсінікті тілмен әдемі баяндаған. Ол жан-жақты ізденген, көп оқыған, пайғамбарымыздың бесіктен бейітке дейін ғылым үйрен деген өсиетін ұстанған. Ары да жаны да таза жан екен. Адамзаттың асыл тәжі еңбегінің ендігі жерде ел жұрты оқып қызығын көрсін. Алла еңбегін жандырсын. Алдағы жақсы істеріне де сәттілік тілеймін. Сәрсенбі Дәуітұлы, филология ғылымының докторы. Кітаптың бірінші басылымы жайында баспасөз бетінде жарияланған пікірлер. Адамзаттың асыл тәжі кітабында пайғамбардың өмірі өте жатық, келісті тілмен баяндалғанын ерекше атап өткім келеді. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның өміріне қатысты, ислам жолындағы табанды күрестеріне байланысты тарихи деректерді мол келтіруімен кітап аса бағалы еңбек болып отыр. Туындыгер Құран кәрімге қатысты көл-көсір еңбектерді ақыл ой сүзгісінен өткізген.
әсіресе түркі тіліндегі шығармаларды ыждахатпен оқығанын көреміз. Осы қостомдық еңбекте Мұхаммед пайғамбардың кемеңгер тұлғасы, адамгершілік болмысы, асыл қасиеттері, тұрмыс-тіршілік жолындағы істері, қимылдары жан-жақты суреттелген. Өз басым кітапты оқығанда Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи уассаламды көз алдымда жүргендей сезімге ие болдым. Мұхаммед пайғамбардың қою қара шашы, күмістей ақ маңдайы, нұр көзі, мүбәрак денесінің хош иісі бәрі жадымда, жүрегімде. Тіпті Мұхаммед пайғамбардың ең соңғы ұлы досқа қауышамын деген асыл лебізін қазір естіп тұрғандаймын. Оқымысты қарындасымыз Дамира Алланың арыстанын мейлінше терең қабылдаған болуы керек. Оқырманның жүрегін толғатып тебірентеді. Еңбектің танымдық, тарихилық және руханилық мәні өзгеше. Серік Негимов, филология ғылымдарының докторы, профессор, жазушы.